13 ғасырдың 40 жылдарында моңғол әскері Дешті Қыпшақ мемлекетіне шабуыл жасап, жас баланы құлдыққа алып кетеді. Болашақта құлдыққа түскен жас бала аты әлемге әйгілі билеушіге айналады. Ол кім? Ол Бейбарыс Сұлтан. Бейбарыс Сұлтан 1223 жылы Дешті Қыпшақ даласында дүниеге келген. Тарихи деректерге сәйкес, Қыпшақ тайпасының Беріш руынан тараған. Туған жері қазіргі Атырау облысы. Бейбарыстың өзі сұлтан болғаннан кейін балалық шағы мен құлдықтағы кезеңі туралы ақпараттарды тарихта қалдырғысы келмеген. Сарай жазушысы Абуд аз-Захир өз еңбектерінде маңызы бар ақпараттардан айналып өткен. Сол себепті сұлтанның балалық шағы мен туған жері туралы ақпараттар өте аз. Билік тізгінін мықтап қолға алған Бейбарыс әрбір қалада тұрақты әскер ұстады. Мемлекеттегі тәртіпті нығайтты. Ең маңызды істерінің бірі крест жорықтарының беті қайтарылып, моңғол қосындарының шапқыншылығы тойтарылды. Елдің саяси әскери бедері жоғарылап, жергілікті халықтың тұрмыс-тіршілігі жақсарды. Бейбарыс билік еткен кезде елдің әлеуметтік экономикалық жағдайы ілгері дамыды. Сұлтан өзінің қарапайымдылығымен және діндарлығымен елге танымал болған. Кедей-кепшіктерге әрдайым көңіл бөліп, көмектесіп, жетімдерді желеп-жебеп жүрді. Мысыр мен Алтын Орда арасындағы тұрақты дипломатиялық байланыс орнатып, екі ел арасындағы одақтастық Алтын Орда ыдырағанға дейін жалғасты. Бұл қатынастың берік әрі мықты болуының басты себебі Бейбарыс Сұлтанның бір кездері тағдырдың қатал кесімімен қол үзіп қалған туған жеріне, ата-бабаларының еліне жақындауға деген арман тілегі жатқан еді.